Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, әйтеуір билігі бар, депутат министрлері бар, әйтеуір алысып жүріп, мына АЭС-ті салуға байланысты шешім қабылдады. Енді менің бұл жерде айтқалы отырған мәселем бұл емес, яғни бұған қатысты болғанымен басқа бір мәселе туралы айтқым келіп отыр. Мына энергетика министрі бар ғой, бүгінгі таңда Қазақстандағы. Яғни АЭС-ті салуға байланысты басты жауапты тұлғалардың бірі. Енді осы энергетика министріне журналистер сұрақ қояды. Сіздер дейді, мына атом электр станциясы қауіпсіз, керісінше халыққа пайдалы деп отырсыздар. Демек, бұның ешқандай зияндылық жоқ. Демек, сіз өзіңіздің отбасыңызбен осы АЭС салынатын ауылға көшіп барасыз ба деп сұрақ қояды. Әрине, министр мұндай сұрақты күтті ма, күтпеді ма белгісіз, бірақ қалай дегенмен де министр жаңағыдай бұлталаққа салып дейміз, әлде бипаздап жауап беріп, журналистер жаңағыдай шынайы жауапты білгісі келмейді, АЭС-тің пайдасы туралы жаңағыдай сол туралы жауапты алу мақсатында емес, халықтың назарын аударту, сондай мақсатта ғана сұрақ қойып отыр. Бұл ыңғайсыз сұрақ деп жауап берді. Енді жалпы түсінген шығарсыздар. Осы кезде менің ойыма белгілі қоғам белсендісі, заңгер, халықтың арасында үлкен бір өзінің пікірін ашық айтып жүретін Айгүл Орынбек ханым елімізде АЭС-ті салуға байланысты өте мықты жақсы пікір жазған екен, соны оқып берейін, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. АЭС жайлы неге жазбайсың? Билікке қарсы шыға алмайсың ба деген диван батырларына жауап. Корея еліне барып бізге АЭС-тің керек екенін түсіндім, бірақ біздің елде қазақ әйелдеріне неғып отырсың жазбай? Шықсай деп әйелдердің артына тығылатын ер азаматтарымызбен АЭС салу әлі ерте. АЭС салуды қазақ әйелдер емес, қазақтың ер азаматтары көтеру керек. Ал ақыры менен сұрапсыңдар. Ойымды енді тыңдаңдар. Бізге АЭС салу үшін ер азаматтарымыз Корея елінің жігіттері сияқты жауапкершілігі мол болу керек. 10 мың теңгесін балаларына төлеуге қимай қашып жүрген ер азаматтарымыз тұрғанда АЭС-тің ауылы алыс. Қатын ұрудан, өлтіруден ғана дамып жатырмыз. Қазақ жігіттерінің күштері әйелдерге жетіп тұр. Ер азаматтарымыздың санасы өспей, АЭС салу әлі ерте. Қолдарында телефон, диванда жатып алып өсек пен төсекті тоқал алу мен уағыз тыңдаудан, қатындардың шүберегімен алысудан қазақ жігіттерінің қолдары босамай тұр. Қазақтың қыздарымен алыспай, білім алып елді дамытуға бар күш жігерлеріңді берсеңдер ғой шіркін, қайтсем, оңай ақша тапса. Тендер арқылы бюджетті жесе, тез байып, қыз қалашты шүберекше ауыстырып жүргендеріне мәз. Бәрі емес әрине, бірақ көбісі осы дәрежеде. Егерде ер азаматтарымыздың көзі ашық, көкірегі ояу, білімді, жауапкершіліктер жоғары болғанда, біз қазір бұл тақырыпты талқылап сөз таластырып отырмас едік. Біздің елден шығып жатқан табиғи байлығымыз ураннан баяғыда-ақ энергия көзін алып отыратын едік. Мынау тұрған кішкентай Моңғолия өзінің 6 азаматын Корея атом электро станция салатын институтында білім алғызған екен, ал біздің елден бір жігіт білім алған. Оның өзі елден жұмыс таппай Түркияда қызмет жасап жатыр. Елдің ер азаматтарының жауапкершілігі күшеймей, АЭС салу өте қауіпті. Ақша көрсе, туған анасын сатып жіберетін жемқорлыққа толы мемлекетте АЭС салынсын деп үгіт насихат жүргізгім келмейді. Бұл билікке қарсы пікір айтудан қорқу емес, кейде үндемей қалғанда дұрыс деп жазған болатын Айгүл Орынбек ханым. Қалайық көріп отырсыздар. Бұл жерде басты мәселе бұл қандай да болмасын министрлік немесе қандай да бір министрлер кабинеті белгілі бір жобаны жүзеге асырарда, реформаны жүзеге асырарда сол жобаны бастан аяқ өзінің жауапкершілігіне алу керек, яғни жауапкершілікті сезіну керек. Себебі мен 4 жыл министр болдым, сол 4 жылға ғана жауап берем, қалған жылдары менде шаруам жоқ деген сияқты нәрсе де емес. Өйткені біздің елде мысалы Назарбаевтың тұсында мынандай нәрсе болды да, байқасаңыздар шенеуніктер, мысалы белгілі бір шенеуніктер бір реформаны жасайтын болады. Сөйтеді ол реформа сәтсіз аяқталады. Сөйтеді ол барады да жаңағыдай апайдан ұрыс естіген оқушы ұқсап Назарбаевтың алдына сүмірейіп тұрады да, Назарбаевтың айқай естиді. Сөйтеді Назарбаев жаңағыдай өз еркіне салып, оған кешірім береді немесе жұмыстан қуады. Міне сондай нәрсе. Ал заң қайда, заң не үшін керек бізге, конституция не үшін, заң нормалар, сонда оларды апарып
жинап сөреге салып қою үшін керек па бізге, сонда әлде жаңағыдай пайдалану үшін керек па? Әрине пайдалану үшін керек қоғамдық өмірде. Реттейтін нормалар. Ол Назарбаевтың өз еркімен немесе Тоқаевтың өз еркімен жаңағыдай жүзеге салатын болса, оның заңның не керегі бар бізге? Біз хандық дәуірде өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой біз қазір. Біз республикада өмір сүріп жатырмыз. Ал республикада заңның күші қандай екені өз айтпаса да түсінікті. Биліктің 3 тармағы да осы заңға бағынады. Заң олардың барлығынан да жоғары тұр. Өйткені заңның өзінің талаптары бар. Ал бұл жерде айтқым келіп отырғаны, мысалы жаңағы энергетика министрінің берген жауабының өзі көп нәрсеге күмәндануға ашықтан-ашық себеп тауып беріп отыр. Көріп отырсыздар ма? Енді жалпы қандай да болмасын, министрлік болсын, үкімет болсын, мысалы Смайыловтың үкіметі, Маминнің үкіметі, кезінде кімдер Қазақстанда қаншама премьер-министрлер басқарды ғой. Бірақ солардың қайсысы өзіне сол жылдар жасаған, ең болмаса өзінің мерзімінде, билік еткен мерзімінде жасаған жобалар үшін жауап берді. Міне сол нәрсе. Бүгіндері мысалы Бектенов отыр үкіметті басқарып. Бектеновтың тұсында осы АЭС салуға байланысты референдум өтті, шешім қабылданды. Ертең мысалы 10 жылдықтарынан кейін АЭСке байланысты қандай да бір мәселе болса, соны Бектенов мысалы мойнына ала ма? Міне сол мәселе. Энергетика министрі мойнына ала ма? Міне сол мәселе. Көрдіңіздер ма? Бүгін сол кезде АЭСті салуға байланысты бастама көтерген және оны қолдаған мысалы Ринат Заитов депутат, ол мойнына ала ма? Мақсат Толықбай Ресей салмайды 100% деп айтты, ол мойнына ала ма? Міне сол нәрселер ертең мысалы 10 жылдықтардан кейін біліне бастайды. Өйткені бұл АЭС деген ол 1-2 жылда бітіп, уже жемісін көретін дүние емес, ол ондаған жылдан кейін ғана нәтижесі белгілі бола бастайтын нәрсе. Сондықтан жалпы біздің елдегі үкіметке жауапкершілік жетіспейтін сияқты қай кезде де реформаны бастайды, бірақ оның жауапкершілігі келесі министрлікке қалуы мүмкін. Және мысалы Жапонияда частный дейді ғой, яғни жеке әуе компанияларының өзі белгілі бір жаңағы келеңсіздік болса қоғамда, мысалы рейстер кешіксе, немесе қандай да бір қоғамға бір кері әсерін берсе, бір өзінің жасаған реформасы болсын, тіпті мына жекелеген кәсіпкерлердің өзі бастарын иіп тұрып халықтан кешірім сұрайды. Ал шенеуніктер тіпті жығылып бастарын төмен салбыратып еңіреп жылаған, ол жалғыз мен емес, сіз өзіңіз де көрген шығарсыз, әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз. Өйткені олар өзінің жаңағыдай мойнына артылған халықтың жауапкершілігін сезініп отыр. Ал бізде соларды қарап отырып кейде ойлаймын, біздің шенеуніктерде қашан сондай жауапкершілік болар екен деп. Яғни белгілі бір қандай да болсын, ол АЭСке байланысты емес, қандай да бір реформа, білім саласында бола ма, тілге байланысты бола ма, өнер, мәдениет, руханиятқа байланысты бола ма, өндіріс саласына байланысты бола ма, сауда, экономикаға байланысты бола ма, қандай реформаны бастаса да соған жауап бере алатындай, яғни сол реформаны соңына дейін жеткізетіндей және соның пайдасы мен зиянына жауап бере алатындай жауапкершілік керек сияқты бізге де. Ал ондай жауапкершіліктің қашан болатынын айтудың өзі қиындау қазіргі кезде.